2020 жылда мәресіне жетті. Санаулы сағаттардан соң күнтізбенің жаңа парағы ашылып, табалдырығымыздан сиыр жылы аттайды. Жаңа жыл айтулы өзгерістерге толы болмақ. Мәселен, қаңтардан бастап мұғалімдер мен медицина қызметкерлерінің жалақысы өседі. Сондай-ақ ковидке қарсы вакцинациялау басталып, тұрғындар зейнетақы қорындағы жинағын пайдалана алады. Осы және өзге де жаңалықтар туралы толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Елімізде 2021 жылдың наурыз айынан бастап қазақстандықтарға COVID-19-ға қарсы отандық вакцинаны ерікті түрде егу жоспарланып отыр. Вакцина ең алдымен медицина қызметкерлеріне, мұғалімдерге, сондай-ақ созылмалы ауруы бар адамдарға салынады. Екі 2021 жылы мұғалімдерге де жағымды жаңалық бар. Олардың жалақысы 25%-ға өседі. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында айтқан болатын. Медицина және әлеуметтік сала қызметкерлерінің айлығы да кезең-кезеңмен артады. Мемлекеттік қызметкерлер саны 25%-ға қысқарады. Үнемделген қаражат есебінен қалғанының еңбек ақысы артады. Ал жаңадан шығатын жүргізуші куәліктерінде саусақ іздері болады. Сондай-ақ қазақстандықтар сатып алған көлігі пәтері туралы декларация тапсыруға міндеттеледі. Көпшілік президент жолдауында айтылған зейнетақы жинағына қатысты жаңалықты асыға күтіп жүр. Қордағы жинақтан баспана, оқу немесе емделу ақысын өтеуге қаражат алуға мүмкіндік беріледі. Оның тәртібі де мәлім болды. Білім саласында да бірқатар өзгерістер болмақ. 2021 жылғы жаңа оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына әліппе мен ана тілі қайта оралады. Бірінші сынып оқушылары бастапқы 2 тоқсанда әліппе, ал 3-4 тоқсанда ана тілі пәнін оқиды. Әліппе оқулығын әзірлеу кезінде Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесі негізге алынады. Сонымен қатар отандық жоғарғы оқу орындарының дипломы Еуропа елдерінде жарамды болады. Бұл біз саралған өзгерістердің бір парасы ғана. Келер жыл жақсы жаңалықтарға толы болсын. Батырбай, Айгерім Меманбаева, жаңалықтар.